Сәлеметсіздер қыздар. Сәлем достар, сәлеметсіздер. Баршаңызға сәлем. Лайк басамыз қыздар, лайк басамыз. Лайктарыңызды жаудырып кетіңіздер. Баршаңызға сәлем. Мерекелеріңіз құтты болсын, дендерің жақсы, эфиріміз өту үшін керек, сондықтан лайктарыңызды баса отырыңыздар қыздар. Лайктарыңызды баса отырыңыздар қыздар. Лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сәлем баршаңызға. Лайк қыздар, лайк басамыз. Сәлем достар. Сәлеметсіздер ма? Бүгін біз мойын әжіммен жұмыс жасаймыз. Өйткені мойыным менің әше неғып кетті. Дряблы жаман болып кетті, сондықтан мойынмен жұмыс жасаймыз қыздар. Лайк басамыз қыздар, лайк. Баршамыз қош келдіңіздер эфирге, и лайктарыңызды жаудырып жіберіңіздер. Лайк. Қош келдіңіздер қыздар. Лайктарыңызды баса отырыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мойын болады. Мойын және кішкене тамақтың асты, декольте. Лайктарыңызды жаудыра кетіңіздер қыздар. Сәлеметсіздер, лайк басып кетеміз. Лайк ол біздің эфирдің жақсы жүруіне өте қажет қыздар. Сондықтан лайктарыңызды жаудырыңыздар, и әрине поделицаға да еще басыңыздар. Поделицаға басып кетіңіздер. Қатып қалдым ау деймін да? Лайк басамыз. 1К-ға жеткізіп жіберейік, лайк басып, сосын біз бастаймыз қыздар. 1К-ға жеткізіп жіберейік, лайктарыңызды жаудыра отырыңыздар, и 1К-ға жеткеннен кейін біз бастаймыз. Лайктарыңызды баса отырыңыздар қыздар. Жақсы крем аламыз қыздар. Кремдеріңізді неғып алыңыздар. Кремдеріңізді дайындап алыңыздар. Біз жақсы сондай бір крем алып жағып аламыз міндетті түрде. Кремдеріңізді алыңыздар. Сөйтеміз да осы мойынға жақсылап, осы декольтеге әдемілеп тұрып, нелеріңізді, кремдеріңізді жағып алыңыздар. Біз осы декольтеге, жауырынға бүгін жұмыс жасаймыз. И тамақтың асты, и әрине бастадық, кеттік. Иығымызды осы айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай иықты енді алға айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді иықты көтереміз. 1, 2, лайк басамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді аламызда біз бір иықты артқа, бір иықты алға кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Поделицаға басы, қыздар, делицаға жіберіп қойыңыздар. Сол кезде бізде көбірек жаңағы неміз рекке шығады эфир. 1, 2, 3, енді наоборот, 1, 2, 3, 4, 5. Лайк басамыз қыздар, лайктарыңызды жаудырып кетіңіздер. Жақсы крем алып алыңыздар қастарыңызға, и, конечно, су алыңыздар. Крем жағып болған кейін, соның үстіне крем жаға бермейсіз. Сіз тек суды шашу арқылы жаңағы скольжениені жақсы қыласыздар. Лайк аз қыздар, лайк басыңыздар. 1К-ға лайкты жеткізіп жіберіңіздер қыздар.
бір каға лайкты бір каға жеткізіп жіберіңіздер. Мен сіздерге қазір түсіндіре берейін. Біз бүгін декольтемен жұмыс жасаймыз, қыздар. Біз ең бірінші мына омыраудың арасындағы ямканы осылай босатып аламыз. Кеттік. 1, 2, осылай босатып аламыз. Рахмет, Алма ата. Осылай босатып аламыз. Аламызда осы жеріміз біздің басымның қатып қалатыны, біздің омырауымыз, омыраудың ортасында кәдімгі бізде сет шамалы бүгінде. Мен VPN қосып қойдым, онда да действительно шамалы болып тұр екен, қыздар. Седалищен бугорға отырамыз, қыздар. Седалищен бугор. И аяқты екі жаққа қарай осылай бітіп ашасыздар. Аяқты былай ұстайсыздар, қыздар, міне. Осылай ұстайсыздар, міне. Осылай ұстаймыз, міне. Былай отырмаймыз, былай отырасыздар. Түсінікті ғой, да? Сол кезде сіз спокойно отырасыз, кәдімгідей тіке отырасыз. Макушкаңызды соз деген кезде сіз кәдімгідей макушкаңызды созып, еңсеңізді тіке ұстай аласыз. Түсінікті ғой, да? Кеттік. Енді біз ямкамызды осылай босатып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз зигзагообразны осыны оңға, солға. 1, 2, 3, 4, 5. Енді жоғары төмен 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы жерді кім шымши алады, осы жеріңізді шымшисыз. Сөйтіп шымшып, осылай ұстап тұрасыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И осы жерімізді аламызда біз осылай бетіп сілкейміз. Біздің осы жеріміз қатты ауырады. Енді біз сол жерден аламызда, біз сол жерден осындай валик қып іліп аламыз. Сөйтемізді, біз осыны валикті жоғары қарай осылай көтереміз. Тағы да алдық. Міне осылай іліп аламыз. Или іліп алған күйде сіздер осылай бетіп зигзагообразны жоғары қарай апара берсеңіздер де болады. Аламыз и жоғары қарай. Аламыз и жоғары қарай. Тағы да. Енді осы жерден бетіп ілдік, сөйтемізді біз валик қылып ұстадық та и жоғары қарай. Енді біз кішкене ауытқимыз. Екінші жерден бізде мына жерде омыраудың несі былай кетеді. Біз ауытқан кезде мына қиғашынан былай ұстаймыз, қыздар. Алдық, сөйтемізді былай ұстадық. И біз осыны жоғары қарай, жоғары қарай, жоғары қарай, жоғары қарай мына валик қыламыз. И үстіне барған кезде біз кішкене бетіп қайыр жібереміз. 2 реттен істейміз. Міне жерден аламыз, міне қыздар. И осылай үлкен саусақпен бет іліп алдық, міне. И кеттік. Үш жерге барамыз да, и кішкене былай жоғары қарай тартамыз. Біз екінші жаққа қарай ауытқимыз. Екінші жаққа қарай ауытқимыз. Сол жерден былай мына қолымызбен іліп аламыз и былай валик қыламыз. Бізге тері керек емес. Бізге осы жердегі бұлшық ет керек. И осы валикті біз жоғары қарай осы айдаймыз, қыздар. Осы жерге барамыз да и былай қайырамыз жоғары қарай. Екінші рет. Кімге түсінсіз сұрақтарыңызды қойыңыздар. Енді біз былай ауытқи береміз. Біз тіке былай ауытқымаймыз. Біз ауытқан кезде былай жылжимыз. Енді қолымыз жылжытып ауытқытамыз екінші жаққа. Валик қып аламыз да жоғары қарай. Жоғары қарай мына жерге дейін тартамыз. Тағы да мына жақтан ұстаймыз. Мына жерден екен ғой. Осылай ұстаймыз. Енді мына жақтан қолымызды ауытқан валик қылып ұстаймыз да, и осы валикті біз жоғары қарай, тері керек емес, бұлшық ет керек, қыздар. Жоғары қарай апарамыз. Тағы да мына жерден алдық. Енді біз мына екіден бөліп аламыз да, енді біз былай ұстаймыз валикті. Сөйтеміз да, біз қиғашынан жоғары қарай бірінші этажды осылай обработка жасаймыз. Бірінші этажды иыққа дейін апарамыз. Екінші рет мына жерден аламыз. Сөйтеміз да, біз былай мына жаққа дейін алып барамыз.
Енді көтерілеміз, екінші этаж. Ұстадық, енді біз былай кетеміз. Тағы да екінші рет. Лайк басамыз қыздар. Енді үшінші этажға көтерілеміз. Үшінші этаж, мына жерден былай жүреміз. Мына жаққа дейін былай алып бара береміз. Мына жаққа дейін. Мысалы, бір қолмен көрсетейін сіздерге, түсінікті болсын. Міне осыны аламыз да, біз осылай сырғыта береміз. Мына жаққа дейін апарамыз. Біз мына жақты жасадық. Енді мына жаққа көшеміз қыздар. Міне, мына жерден аламыз, бөліп, давайте үстінен тағы да жасап кетейік. Қолымызды алдық и ұстадық. Жоғары қарай көтерілдік. Енді қолымызды мына жерден ауытқытамыз, жанынан былай көтерілеміз. Мына үлкен саусақпен бүйтіп жиырып аламыз, сөйтеміз, мына жақтан валик қылып, плотно бүткіл бұлшықты ұстаймыз да жоғары қарай көтерілеміз. Екінші рет. Енді біз былай ауытқытамыз. Не жерден? Астынан осылай бүйтіп ұстаймыз. Тағы да. Қыздар, VPN қосып алыңыздар. Жоғары қарай. Енді былай ауытқытамыз қыздар. Мына шеттен. Рахмет, Махаббат ханым, залайке рахмет қыздар. Жоғары қарай. Енді мына жақтан барынша не ұстай аласыз? Қолыңызға сіз тері ұстамайсыз, сіз бұлшық етпен қоса ұстайсыз. Рахмет, Махаббат. И жоғары қарай, жоғары қарай, жоғары қарай. Енді біз валикті былай ұстаймыз қыздар, міне. Былай. Осылай ұстаймыз. Сөйтеміз да, осылай катать етеміз. Біз тіке катать етпейміз, біз қиғашын жоғары қарай катать етеміз. Рахмет, Махаббат. Енді осылай. Барынша мына жаққа дейін апаруға тырысыңыздар. Мен бір қолмен көрсетейін, міне. Былай да ұстаймыз и осылай жүре бересіздер, міне. Ой. Екінші этаж ашамыз, бірінші этаж, енді екінші этаж ашамыз. Рахмет, Махаббат. Тағы да екі реттен мына жерден ұстадық. Тағы да үшінші этажға көтерілеміз, ключицаның қасынан. Осылай істедік. Енді біз мына именно ключица бар ғой, соның үстінен аламыз осылай қыздар. Үстінен осылай, прям плотно осылай аламыз. Сөйтеміз да кішкене басымыз көтереміз. Кеттік. Қатты ары қарай шалқайтпаңыздар. Просто былай ұстаймыз да, мұны былай ұстаймыз да и бір, екі, үш, төрт. Енді біз мына жерден ұстаймыз. Осылай біз үтіктейміз мойынды. Мына жерден ұстады. Дәл сүйектің үстінен сөйтеміз да, енді кішкене бас тартамыз. Бір, қиғашынан. Екі, үш, төрт, бес. Енді ары қарай ауытқытамыз. Мына жерден ауытқытамыз. И мына жерде сүйектің үстінен біз аламыз осылай. Сүйектің үстін ұстаймыз осылай. Сөйтеміз де енді біз бір, екі, үш, төрт, и бес. Ұстап тұрамыз да? Бес. Енді мына жақтан ұстаймыз. Мына сүйектің бойымен ұстай береміз қыздар. Ұстадық, осылай.
Енді аламыз да біз 1, 2, 3, 4, 5. Енді екінші жақ. Дәл сүйектің үстінен аласыздар. Рахмет, махаббат. Дәл сүйектің үстінен аламыз. Сөйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерден ауытқытамыз қолды. Ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жаққа қоямыз. Ұстаймыз, осылай плотный, сөйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5. Енді қолды сүйектің үстінен ұстай береміз. Ұстағаныңызша кеттік, ұстап тұрамыз. Мынадай футболкамен де ұстасаңыздар болады, былай қол тайып кетпеу үшін. Бүйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта да футболкамен дәл сүйектің үстінен ұстап, кішкене тартып алайық. Статикада тұрам. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Лайк басамыз, қыздар. Лайк бас жіберейік, бір 10 секунд. Давайте. 1, 2, 10 секунд лайк бас жіберейік. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, стоп лайк. Рахмет, қыздар. Енді қыздар, осы сүйек, мына сүйек тұр ғой да, бұғана сүйек дейді қазақша. Осы сүйектің астынан аламыз да, біз енді астыңғы жағын қолымызды қойып, кішкене осы қолымызды қоясыз, дәл сүйектің түбінен. Мына жерде сүйек. Сөйтеміз да, біз қолымызды былай бұраймыз мұны. 1, 2, 3 деп қолымызды бұрай береміз. Кеттік. 4, 5, 6. Мына жерде В деген әріп болады бізде, мындай В. Соның бастаймыз, қолымызды қоямыз, бүйтіп. Просто қолымызды жанына қойса, и просто бұрайсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да үшінші рет. Просто осы жерге қоямыз, осылай бұрай береміз. Енді осы сүйектің ішкі жағына қолымызды қоямыз осы жерден. Сөйтеміз да сыртқа қарай бұраймыз. 1, 2, 3. Қолымызды ауытқытамыз, мына жерге қоясыздар. Осы жерден 1, 2, 3, 4, 5. Мына жаққа қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерге тығасыздар. Дәл сүйектің астына қолыңызды кішкене тығасыздай, и сол жерден бір нәрсені шығарғандай осылай шығарасыздар. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Енді біз мына көрдіңіздер ғой да, мына жерге тірелдік. Мына жерде бізде жауырын бұлшық еті бар. Қолымызды бір қолда аламыз да, мына жауырынды ұстап тұрамыз. Сөйтеміз да жауырынның астына мына қолды тығамыз. Осылай тығып ұстап тұрамыз. Осы жерді кішкене дірілдетеміз. Осылай дірілдетесіздер. Астынан триггерный точка іздейміз, қыздар. Осылай осы жерді жібітеміз. Екінші, мына жақтан барамыз. Дәл сүйектің астына
қолды қоямыз, сөйтеміз да 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Енді біз мына ішкі жағына қолымызды тығамыз, мына жерде сүйек ішкі жағына. И осы жерден бір затты жоғары қарай шығарамыз. 1, 2, 3. Жылжыта береміз. 1, 2, 3. Триггерный точка тауып алсақ, осы жерде бір қолыңызға как стрелка беретіндей, біз соны аламыз да, осылай бүйтіп кішкене сол точканы уқалаймыз, қыздар. Айландырып 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мысалы, мен осы жерден таптым сондай точка. Сөйтеміз да, бір айландырып осы жерді босатып кетеміз. Енді ары қарай кеттік. 1, 2, 3. Дальше 1, 2, 3. Енді біз көрдіңіздер ғой да, жауырынның етіне барып тірелді. Біз осы жауырынның астына қолды тығамыз. Бір қолды аласыздар да, жауырынды ұстайсыздар. Жауырынды бері қарай тартамыз. И мына қолмен сол жауырынның астында триггерный точканы іздейміз енді. Прям сол жауырынның астына қарай біз нені кіргізуге тырысамыз, жаңағы қолымызды да. Осылай іздейміз. Мына жақта мына қолмен қысамыз, и мына астына былай кіргіземіз, осылай тұрасыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, қысып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай біз не қылып алдық, босатып алдық. Енді қараңыздар, суларыңызды ішеміз, лайктарыңызды басыңыздар. 20 секунд. Кеш жарық, Мария ханым. 20 секунд лайк тайм жасайық. Давайте лайктарыңызды жаудырыңыздар, арасынан найзағай қоссаңыздар да болады. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мен өзім де білген жоқ, Мария ханым. Мен де аяқ астынан шықтым, қолым босап қалды, аяқ астынан мен де шықтым. Мен де білген жоқпын. Кім қосады, сол қосады. Алдын ала ешкімге айтқанда жоқпын. Давайте. Лайк тайм жасап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен сіздерге енді келесі массаж түрін таныстырайын. Сіздер не қыла беріңіздер. Лайктарыңызды баса беріңіздер. Қолымызды аламыз, жауырынға мына жақтан қоясыздар, мына жерден. Сөйтеміз да, қолдың басын былай істейміз да, и қай жерге дейін барады, и сол жерге дейін осылай былай тартамыз. 1, кеттік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші жақ қолымызды аламыз. Мына жерден ұстаймыз. Мына жерден. Сөйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лайктарыңызды жаудырып кетіңіздер. Біз келесі неге өтеміз, қыздар? Келесі жаттауға өтеміз. Келесі массажға. 2К-ға жеткізіп жіберіңіздер, қыздар. Лайк кішкене аз қалды. 2К-ға жеткізіп жіберіңіздер. Келесі біз енді, қыздар, келесі біз мына жерден осылай бүйтіп аламыз. Көрдіңіздер ғой да, қолымызды мына артқы несімен
осы жерден аламыз. Сөйтеміз де біз осы валикті кішкене бүйтіп, кішкене бүкірейсіздер, иә, сөйтесіздерді біз осы валикті осылай кішкене валик қылып, біз жоғары қарай, тамаққа қарай осылай өтеміз. И тамақтан ары қарай иекке өтеміз. Иекке дейін апарамыз. Мына жерден бастап и иекке дейін. Вот. Бұлай қосамыз, ұстаймыз. Сөйтеміз де біз валик қылып жоғары қарай осылай істей береміз. Кімде щитовидкада не бар, кішкене осылай еңкейеді. Сөйтеді, мына жерімізді кішкене былай бері былай аласыздар. Щитовидкаға тиіп, вообще щитовидкаға зақым келмейді сол кезде. Егер қатты сізде зоб ондай болатын болса, жасамайсыздар. И, конечно, тамақтың астында біз задержка жасаймыз, қыздар. Тамақтың астында осылай задержка жасап, осы тамақтың астын осылай кішкене сауып жібереміз. И, конечно, иекті кішкене өзіңізге қарай біз осылай ұстап тұрамыз да и сауамыз. Сосын барып біз жайлап. Сіз жасадыңыз ба? Жоқ, сіз тек онда бүгін жасасаңыз, бай бетіп шымшып отырыңыз. И лайк басып отырыңыз. Осылай бетіп кішкене. И неңізге иегіңізді сауып жібереміз. Иекті. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз осы жерден кішкене ауытқимыз былай қарай. Не жерден ұстаймыз? Дәл сүйектің үстінен ұстадыңыз. Сөйтемізді кішкене деп сүйектен үстінен ұстап тұрамыз да, мынаны да былай. И кішкене басымызды көтеріп, мына жерімізді үтіктеп жібереміз. Давайте. Дейміз да, енді біз ары қарай жүре береміз. Кішкене басыңызды қисайтыңыз. И тамақтың астына барғанда біз тамақтың астын сауамыз. Осылай. Тамақтың астын сауамыз. Осы жерде задержка жасаймыз, қыздар. Задерживаемся. И біз енді осы жерден біз өтіп, иектен асып, еріннің жанына дейін барамыз. Еріннің жанына дейін. Мына жерде мысалы келдіңіз ғой да, и осы жерден біз өтеміз, валик қылып ұстап, біз өтеміз де еріннің жанына дейін барап, осылай ұстап тұрамыз қысып. Екінші рет кеттік. Біз жаңа алдында істедік қой да, енді біз мына жерге қасына. Дәл сүйектің үстінен алды, осылай валик қысақты, и дейміз да, енді кішкене көтереміз да, и осылай жоғары қарай валик. Қай жеріңізде әжім бар, сол жерде задержка жасаңыздар. И, конечно, біз тамақтың астында задерживаемыз, қыздар. Тамақтың астына задержка жасап, өз жерімізді сауып жібереміз. Осы жердегі майды жібітеміз. Сөйтеміз да, иекке, мына жерде біздің сүйектің үстіне келеміз. Сүйектің үстіне келіп, сүйектің үстінде и ары қарай валикті біз еріннің езу бар ғой, осы жерге дейін апарамыз. Осы жерді ұстап тұрамыз дейді. И кішкене осы жерді екі жақ қарай тартамыз. Осылай. Енді біз ауытқимыз мына жаққа. Сүйектің мына жеріне қойымыз. Кеттік, қойдық, кішкене ұстап тұрамыз и былай тартамыз. Енді аламызда біз осылай жоғары қарай біз осылай кете береміз да. И тамақтың астына барғанда біз осы жерде задержка жасап, осы жерімізді осылай сауып жібереміз, қыздар. Сауып жібереміз. У меня виснет, да? У меня все нормально. Қыздар, қатып атырмын ба, қыздар? Может, инстаграмға өтерміз? Қыздар, басты парақшадан инстаграмға өтіп кетіңіздер. Если что. Инстаграмға өтіп кетіңіздер, қыздар. Давайте инстаграмға қосыламыз. Осы жерден қазір мен инстаграмды қосайын, сосын сол жаққа өтесіздер. Қазір.
екінші штативті қойып алайын сіздерге, сосын инстаграмға өтеміз. Хорошо? Если висеть будет, тогда переходите в инстаграм. Хорошо, девчонки? Инстаграмға өтіңіздер, қыздар. VPN, менде де VPN қосылып тұр, но очень плохо. Инстаграмға өтіңіздер, қыздар. Давайте инстаграмға өтеміз. Қазір мен инстаграм қосамын. Осы басты парақшадан, если бәрі нашар болса, басты парақшадан инстаграмға өтіп кетіңіздер, қыздар. Надо убрать. Басты парақшадан инстаграмға өтсеңіздер, сол жерде де көре аласыздар. Енді біз кішкене мына жақтан ауытқытамыз. Егер сіздердің қолдарыңыз тайып атса, қыздар, салфеткамен ұстайсыздар. Салфеткамен ұстаймыз, қыздар, егер қол тайып атса. Міне аласыздар, или футболка міне, былай міне алдық. Мына жанымызды ұстадық. Сөйтеміз де біз басымызды осылай. Деп осылай тартып жібереміз. Осылай ұстап тұрамыз. Сөйтеміз де енді осы жерден біз осы валик қылып аламыз да, валигімізді біз жоғары қарай осылай айдаймыз. Кішкене басымызды қисайтамыз да, қай жерде әжім бар, сол жерге мы задержка жасаймыз. Сол жерде задержка жасап, біз осы жерде тұрамыз. И ары қарай біз жоғары қарай көтерілеміз да, жоғары қарай көтеріп, дәл инстаграмның да аты осындай, қыздар. Можете инстаграм переходить. Осы жерде біз сауып жібереміз, қыздар, астын осылай ұстап тұрамыз. Сосын барып жоғары қарай көтеріле береміз. Жоғары қарай біз мына жерден шайнау бұлшық етін іліп алып кетеміз. Шайнау бұлшық етін іліп алып кетіп, біз жоғары қарай көтеріле береміз. Если осы парақшадан сіздер басты парақшаға өтіп, ссылканы бассаңыздар, астында инстаграм бар. Сол инстаграмға өтсеңіздер болады. Мен инстаграмды қосып қойдым. Екінші рет мына жерден ұстадық. Ең несінен. Сөйтеміз да біз, қыздар, осы жерді аламыз да, кішкене басымызды осылай қисайтамыз да, ұстап тұрамыз. Осылай ұстаймыз да, қисайтамыз. Чтобы қол тайып кетпеу үшін. Енді осы валикті алып аламыз да біз, қыздар. Сөйтеміз да біз жоғары қарай сырғи береміз. Жоғары қарай сырғи береміз. И біз тамақтың астына келген кезде, сол жерде біз задержка жасап, біз осы жерді сауып жібереміз да, и дальше біз шайнау бұлшық етін қосамыз болса, біз жоғары қарай осы жерге дейін барамыз. Кеттік. Екінші жақ, давайте ортадан бастаймыз да, и біз былай кетеміз. Қыздар, лайк басамыз, и бәрі нормально болса, плюс басамыз. Бәрі норма болса, плюс басамыз. Біз енді бұна ортасынан бастаймыз, қыздар. Ортасынан бастаймыз, осы жерден бітіп аламыз мені. Валик қып. И осы валикті біз жоғары қарай катать етіп бастаймыз, қыздар. Катать етіп бастаймыз, и кішкене осылай бүкірейсіздер. Рахмет, Марихан. Бүкірееміз да, и біз сол кезде щитовидканың үстінен өтіп кетеміз, қыздар. Не жерден. Щитовидкаға зақым келмейді сол кезде. А егер щитовидкасымен жаңағы проблемасы бар қыздар, просто мына жерден қолын былай алады да, и просто бітіп іледі. Сөйтеді, ілген күйде жоғары қарай кішкене осылай еңкейіп, осылай, именно тамақ пен мойның арасынан барған кезде осы жерде тұрады бейді.
Мария ханым, егер вы сегодня сделали, просто вот так шымшыңыз. Осылай шымшып, қып-қызыл қылып бәр жерін шымшып тастаңыз, хорошо? И мынаны жасаңыз. Мына жерден ұстап аласыз да, міне ключицадан. И сөйтіп бүйтіп деп осылай үтіктеңіз просто. Бірінші натяжениені қалай сезінесіз, солай тоқтайсыз, болды. Бүйтіп қатты бүйтіп тартпайсыз. Просто кішкене тартылды и осылай тұрасыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп осылай тұрыңыз, болды. Хорошо? Егер бүгін массаж жасаған болсаңыз. Енді біз кімнің щитовидкасында несі бар? Щитовидканың зонасы, мына жерден бір зат іліп алдық, міне, іліп алдық да. И сол ілген затты түсірмейміз, қыздар, түсірмейсіздер. И осыны оңға солға щитовидканың қасына келгенде мысықты сипалағандай өтіп кетеміз да, и тамақ пен мойынның арасына келгенде біздің мына жерді сол жерге қоямыз да, кішкене деп арасына кіргізуге тырысамыз да, и ары қарай біз осылай бүйтіп оңға солға и деп істейсіздер. Түсіндіңіздер ғой да? Ал все нормально қыздар былай алады да, кішкене осылай бүкірейеді, сөйтеді да, щитовидканың қасынан біз прям спокойно осылай кішкене сол жерде әжім пайда болады, біз соны осылай сауып жібереміз. Сөйтеміз да біз кішкене спокойно осылай жоғары қарай өтіп кетеміз да, мына тамақтың астына задержка жасаймыз, осы жерді сауып жібереміз, қыздар. Сөйтеміз да біз мына иекті сауып жібереміз. Енді біз мына жерден ауытқимыз. Сөйтеміз да осы жерімізді аламыз да, кішкене деп тартып аламыз, үтіктеп. Енді біз көтеріле бастаймыз, қай жеріңізде әжім бар, сол жерде задержка жасаймыз, сол жерді былай сауамыз. И дальше кетеміз. Тамақтың астына барғанда тоже задержка жасаймыз, и сол жерді сауа бересіздер. Сөйтеміз да, біз енді мына жерге көтерілеміз да, брыйля тұрған жер бар, мына жерде брыйля. Сол жерге дейін біз осылай әдемілеп ұстап алып, осы жерімізді кішкене қатып қалған, жабысып қалған нені босатамыз. И еріннің мына езулік дейді, езулікте осылай тұрасыздар. Екінші рет мына жерін ұстадық, ключицаның үстінен ұстап тұрамыз да, кішкене деп мойнымыздың әжімін деп үтіктеп жібереміз да, и дальше поехали. Сосын мойындағы әжімнің сызықтың үстіне тұрамыз да, и сол жерді сиыр сауғандай сауамыз. И ары қарай көтеріле береміз, и тамақтың астында задержка жасаймыз осылай. Тамақтың астына задержка жасаймыз, осылай тұрасыз, задержка жасап, и біз ары қарай көтеріліп, мына жердегі бүткіл мына жерді қысам ұсам мұны, и дальше тағы да қысам ұсам, біз мына ерінің езулігінен осылай ұстап тұрамыз мұны. Үйге шүйірлі. Дальше былай ауытқимыз, тоже мына жерден ұстадық, и бірінші нені сезесіз ғой, тартылысты, содан тоқтайсыз, болды. Бірінші тартылыс сезгеннен тоқтайсыз. И дальше кеттік. Әжімнің үстіне барамыз. Обычный әжімдер осы ортасында болады. Сол жерді кішкене осылай сауып жібереміз. И біз тамақтың астына барып, тамақтың астын сауамыз. И дальше біз ненің үстінен тұрамыз. Немет? Жақ сүйегінің. Екінші рет. Үш жерден сауып жібереміз ортасында, и біз тамақтың астында задержка жасаймыз, қыздар. Тамақтың астында жоғары қарай ұстап тұрамыз.
Енді біз шетінен бастаймыз да, біз мына жерге дейін көтерілеміз. Шетінен кеттік, алдық, ұстадық, сөйтеміз да деп тартамыз, үтіктейміз. Осы мына жерін ұстап тұрған кезде біз беткен кезде тартылған жер үтіктеледі, созылады. И дальше поехали. Әжімнің үстін осылай әдемілеп тұрып сауып жібереміз. И тамақтың астына барамыз. Тамақтың астын сауамыз. Сосын енді біз шайнау бұлшықеті арқылы жоғары қарай көтерілеміз да, мына жерге дейін, мына жерден ұстаймыз. Осы жерді кішкене осылай ұстап тұрамыз да, кішкене тартамыз алдыға қарай. Бұл жерде шайнау бұлшықеті мына жерге келіп жабысады біздің бет сүйегінің астында. Сол жерді заранее босатып жібереміз. Кеш жарық, Шайданұр ханым, қалайсыз? Жағдайыңызға көрінбейсіз ғой вообще. Мына жерге қойдық. Осы жерден плотно осылай ұстаймыз. Футболкамен ұстайсыздар и ұстап тұрамыз и басымызды осылай ауытқытамыз деп үтіктеп аламыз. И дальше біз осы ұстаған валикті ары қарай біз домалатамыз. Мойынның ортасына келгенде задержка осы жерде. Задержка жасап, осы жерді сауып жібереміз. И дальше біз тамақтың астына келген кезде тамақтың астын осылай сауасыздар. Жұмыстан үлгермей жүрмін, телеграмнан көріп жасаймын. Ой, молодец, Шайданұр ханым, молодец. Хотя бы солай. Енді осылай ұстап тұрамыз осы жерде. Осылай істеп алдық. Енді қыздар, біз мына ортасынан былай ұстайсыздар міне. Сөйтеміз де біз осы ұстаған валикті былай қарай, мына жанына қарай катать етеміз. Біз мына жерден ұстадық, міне жерден ұстадық та и былай қарай катать етеміз, қыздар. Осылай қарай катать етеміз. Барынша ары қарай алып кете беріңіз. Көтерілеміз. Осылай катать етеміз, қыздар. Мына жерге келгенде нежно ұстайсыздар, как мысықты сипалағандай, нежно ұстаймыз и осыны катать етіп, жанына қарай, артқа қарай, барынша қолыңыз ілінгенше. Енді көтерілеміз тағы да. Тағы да екінші рет. Қатты қалдым ба немен, қыздар? Енді мына астынан ұстайсыздар да, и осыны былай катать етеміз. Қатты қалдым ба мен, қыздар? Жанна ханым, мен қатып атырмын ба? Екінші жақ. Мына жерден ұстадық, и біз норма дейді. Осы жерден аламыз да, и былай катать етеміз. Дәл ключицаның үстінен де ұстасаңыздар болады. Дәл ключица несі бар ғой, сүйегі, соның үстінен алып, міне катать етеміз, қыздар. Ары қарай катать етеміздер. Енді көтерілеміз. Мына жерден аламыз. Былай катать етеміз. Екі реттен. Тағы да. Көтерілеміз үшінші этажға. Енді осы жерден, мына жерден нежно алыңыздар. Сөйтеміз де біз былай қарай кете береміз. Үшінші этаж. Үшінші этаж. И тамақ асты.
Тамақтың асты тағы да. Енді қолымызды мынандай қылып аласыздар, мына жерді. Енді біз қолымыздың мына жерімен әжімдер тұр ғой мына жерде, сол әжімдерді былай бүйтеміз. Инстаграм. Осылай бүйтіп жыбырлатамыз. Бұл да үтіктейді, қыздар. Есіңізге түсті, қолыңызды алып алыңыз да әжімдердің үстінен осылай істей беріңіз. Есіңізге түсті, күнде Құдайдың құтты күні, есіңізге түсті, міне. Енді біз мынандай гримаса жасаймыз, қыздар. Біз енді осы жерді қатайтуымыз керек. Былай жасаймыз. Деп та, қолымызды мына жерге қоясыздар, чтобы бізде әжім түсіп кетпеу үшін, деп кішкене, деп осылай қатайтамыз, қыздар. Или былай да жасасақ болады. Кішкене столдың шетіне отырамыз. Столдың шетіне отырамыз и кішкене былай кетеміз. Бір. Қолымызды алдымызға қоямыз, кеттік. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. Осылай істейміз. Енді былай істейсіздер. Деп, екі нені езудің екі жағын опущение жасаймыз да. Бірақ қолымызбен былай ұстап тұрасыздар. Қолмен осылай ұстап тұрамыз, сөйтеміз да біз мынандай движение жасаймыз. Деген движение жасаймыз, бірақ бір 5 рет қана жасаймыз, қыздар. 5-ақ рет. Өте плавно. Бізге қатты спазмда керек емес. Қолды осылай қойдық, міне. Мен сіздер көріну үшін былай қояйын. Болды. Түсіндіңіздер ғой да, енді шымшимыз. Барынша шымшисыздар. Қаншалықты әсіресе мына алдын шымшыңыздар. Қазір шымшимыз, сосын бір чайный ложка столовый ложкамен тұзды суға араластырасыздар, сөйтесіздер де, қазір эфир біткеннен кейін себесіздер. Ол кеуіп бір 10 минуттан кейін жақсылап тұрып сүріп тастайсыздар да, жақсылап тұрып өзіңіздің түнгі креміңізді жағып аласыз. Түсіндіңіздер ғой да? Жағып аласыздар. Енді аламыз, басымызды түсіреміз, мына қарай қаратамыз, ГКС-ті жұмсартып жібереміз. Мария ханым, сіз жасай беріңіз осы ГКС-ті, бұны любое время жасау болады. Все нормально тогда. Сіз мынаны уже жасай беріңіз. Қолымызды аламыз, мына неге тағаста былай көтереміз. Сөйтеміз де екі жағынан осылай қысып біз осы ГКС-ті босатуымыз керек, қыздар. Абайлаңыздар, сонда артерияға тиіп кетіп, ұйықтап қалмаңыздар.
Енді біз осылай ұстаймыз. Ұстаймыз да. Деп, мына құлақты жоғары тартамыз, мынаны төмен тартамыз, кеттік. Екінші жақ. Басымызды түсіреміз, кішкене басымызды былай. Құлақты аламыз, сөйтеміз да жағынан қысып, біз босатамыз. Осы именно осы ГКС-пен жұмысты есіңізге түсті жасай бересіз. Енді аламыз да. Деп созып аламыз. Енді біз құлақпен, біздің жағымызбен ГКС-тің арасына қолды тығамыз, қыздар, былай. Қалай? Міне былай тығамыз. Жақпен барасыздар. Сөйтеміз да, осы жерге қолды қоямыз да, ГКС-ті ары қарай итереміз да, басымызбен былай жасаймыз. Екінші жақ. Алдық. Сөйтеміз да, осылай қоямыз. Жақпен құлақтың арасына кіреді. Ямкаға кеттік. Слушай. ГКС-ті итереміз. Енді аламыз да, біз ГКС-ті былай артқа қарай 100 рет. Үйде өздеріңіз осылай істей берсеңіздер болады. Артқа қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп осылай 10 рет итердік. Негізі 100 рет болсын, 50 рет болсын, қанша итеріңіз келеді, итере беріңіздер. Енді құлақты аламыз, мына жерден құлақты алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Осылай құлақты итересіздер. Мына жерге қолымызды қоямыз. Мына жерге. И иекті ұстаймыз. Сөйтеміз да біз деген кезде былай бұрыламыз. Қараңыздар. Деген кезде көзімізде бұрылады. Біз осылай бұрылып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да аламыз, осылай қойдық, иекті ұстадық. 1, 2, 3, 4, 5 деп осылай. Көзімізбен осылай бұрып тұрамыз. Енді мына жерден қолымызды астынан тығамыз, былай ұстаймыз да, сөйтеміз да біз енді былай жасаймыз. Деген кезде былай бұрылады. И мына жерді созамыз былай. Мен не, қатты қалдым ба не, қыздар? Қыздар, мен қатты қалдым ба не? Жоқ дейді, все нормально. Просто үндемей қалғанға. Тағы да кеттік, ұстаймыз. Мына жерден қойды. Сөйтеміз да біз деп неға көзімізбен и мына жеріміздің плюсировка болып жиырылғанын, сүйектің плюсировка болып жиырылғанын есетеміз. Алдық. 1, 2, 3, 4, 5. Бұлайша айтқанда жағымызды қысып атырмыз қазір біз. Бір-біріне жақты мына иекпен угол молысы жақындатып атырмыз. Енді қол ауысады, мына жерден қолды тығамыз, мына жерден ұстаймыз. Жетеміз да біз аламыз да деген кезде былай тартып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Осылай істеп аламыз. Енді мына жақты жасаймыз. Мына жерге қолды қоясыздар. Сөйтеміз да аламыз да көзімізбен қараймыз мына жаққа қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да аламыз мына жерден. Сөйтеміз да біз
1, 2, 3. Аламыз. Именно қол ауысады. Аламыз да енді көзімізде міне қараймыз да. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерден алып былай тартамыз. Кәдімгідей жағыңызды босайтыңыздар. Енді қолымызды аламыз да и жақты қысамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Бұлшықетін босатамыз. Мен қатты қалған жоқпын ба? Қысамыз, босатамыз. Қысасыздар. Дегенде қысамыз, дегенде жібересіздер. Деп кете береміз. Қолымызды аламыз. Не жерге? Өш жерден қоямыз да. Кеттік, өш жерден қоямыз. Енді мына жерден қоямыз. Астыңғы жағынан бекітілген. Өш жерден қоямыз да. Енді қолымызды аламыз. Түбінен. Дәл мына беттің сүйегінің түбінен аласыздар. И домалатқан кезде ауызды ашып. Мынаяқтан. Мынаяқтан. И мынаяқтан. Кетеміз. Или былай ысқылап. Зигзаг. Тағы да. Ысқылап. Зигзаг. Ысқылап. Зигзаг. Осылай ысқылап аламыз. Енді біз мына жердегі бір үйлемен жұмыс жасайық. Қолымызды осылай ала аламыз. Дейін қолымыздың мына жерімен тараймыз. Аламыз да. Енді қолымызды сүртіп алайық. Жақсылап тұрып. Қолымызды сүртіп. 3, 4, 5. И мына қолмен біз етпен, бұлшық етпен сүйек кішкене етпен сүйектің біріккен жеріне біз қолымызды тығып кішкене ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қатты ауырта алыңыз. Екінші жақ. Екінші жақ, қыздар. Мына жаққа қолымызды тығамыз. Сүйек пен еттің арасына мына жерге тығамыз қолымызды, бүйтіп ұстап тұрамыз. Қатты ауырта алыңыздар. Үш жерімізді босатамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Енді мына қолды былай қоямыз да, былай тартамыз. Осылай тартамыз. Енді біз тілді аласыздар. Ердің арасына саламыз кішкене. Барынша мына уздечкаға дейін. И үстінен осылай домалатамыз. Тілді осы тістен ердің арасына қойсыздар.
Енді аламыз да біз просто екі қолды былай қоясыздар. Просто басып тұрамыз. Екі жақ аяққа кетеді. Осылай аламыз да, енді ерінді аламыз. Ерінді алып, біз астынан үстіне осылай тартамыз. Езуді қысамыз. Енді ерінді сыртқа қайырамыз. Осылай үрлеп жібереміз. Енді қолымызды аузының несіне салып, мындай жаттығу жасаймыз. Неге? Бірақ қол осылай ұстап тұрады. Мына жерімізді жиырып жібердік. Мына жақты босатқан кезде мына жақты жиыру керек қыздар всегда. Түсіндіңіздер ғой да? Лайк басамыз қыздар. Лайк басамыз қыздар. Бәрі нормальный болса лайк басасыздар. Қыздар, лайк басыңыздар. Лайктарыңызды жаудырыңыздар қыздар. Мына жерімізді былай жасайсыздар ғой. Бір нәрсені сорып атқандайда, бірақ екі қолды қоямыз да, мына жерден былай басып тұрасыздар. Түсіндіңіздер ғой да? Мына жерлеріңізді қимылдатасыздар. Сол кезде осы жер жиырылады. Мына жер жиырылады. Жиырылған кезде біздің брыльямыз көтеріледі. Түсіндіңіздер ғой да? Бәрі нормально, да? Енді біз қыздар, біз енді қолымызды мына жерге қоямыз. Давайте бірінші еріннің астынан мына крылья носовты босатып алайық. Еріннің астынан арасыздар, дәл мына крылья носовты осылай ұстайсыздар. Осылай ұстап тұраңыз. Осылай ұстап тұрасыздар. И кішкене тартаңыз алға қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Рахмет. 3D лифтингке жазылыңыздар, бағасы 10 000 теңге. Өте керемет. 3D лифтинг сабағына келіңіздер. Бағасы 10 000 теңге, бірақ 10 000 теңгені бергеніне өкінбейсіз. Екінші жаққа кіргіземіз, мына жерден астына барамыз. Сөйтеміз да, мына крылья носовтың ең жабысқан жерін осылай ұстап тұрасыздар. Осылай етіп ұстап тұрасыздар. Осы жер өзің жабысып қалатыны ұстап тұраңыз. И кішкене алға қарай тартасыздар. Инстаграм алға қарай тартасыздар кішкене. Тағы да. Астынан тықтық и дәл
крылья ностың астынан осылай ұстайсыздар қысып. Енді қолымызды былай қоямыз. Мына жерге. Сөйтеміз де біз мынандай движение жасаймыз. Деген движение жасаймыз. Бірақ мынаны мына жерді жақсылап ұстап тұрасыздар да, тек ерін көтерілу керек. Кеттік. Осылай ұстаймыз, сөйтеміз да. Деп, мына ерін мен мұрынның арасы ұзарып кетеді. Біз соны осылай қысқартамыз. Екінші, қолымызды былай қоямыз. Сөйтеміз да мұрынның асты мен, давайте мынаны жасап жіберейік. Мына жерді олай ұстаймыз, мына жерді осылай ұстайсыздар и мұрынның үстін олай ұстаймыз. Сөйтеміз да тартамыз. Мұрынды жоғары қарай, мына ерінді астына қарай. Кішкене осылай тартып тұрамыз. 1, 2, тоже мына жерін біздің жабысып қалады. Соны босатып аламыз. Мұрынды осылай тәңкейтесіздер и астынан мына ерінді осылай ұстаймыз да, осылай тартамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді екі жағын осылай қолды қоямыз. Сөйтеміз да мұрынның танауды ішке қарай былай качать етеміз. И мынаны ұстап тұрамыз. Сол кезде мынандай движение болады. Деген движение болады. Біздің мұрнымыздың ұшы кішіреді. И ұшын осылай дірілдетеміз. Сіз осылай тіке отырған кезіңізде сіздің мұрныңыздың тесігі көрініп тұру керек. Осылай таңкиып. Сол кезде сізде бәрі жақсы деген сөз. Тілді аламыз, таңдайға жабыстырамыз. Жаңа былай істедік, енді былай. Тағы да қойдық. Мына жерден ұстадық и мұрынның ұшынан былай ұстадық, тарттық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді біз еріннің айналасын бәрін шымшимыз. И давайте бірінші былай жасап алайық. Еріннің шетінен валик қылып ұстайық, и осылай ұстап тұрасыздар, қолыңыздан шығып кеткенше. Осы валикті жоғары қарай былай созамыз. И тағы да осылай ұстаймыз. Қолың валик қылып ұстайсыз, не жерден бүйтіп. Или былай да ұстасаңыздар болады. Осылай. Осылай оңайырақ деймін. Прям аламыз и осылай. Босатамыз. Енді шымшимыз осы жерді. Айналасын бәрін шымшыңыздар еріндеріңіздің. Мына брыля, әсіресе мына жердегі носогубка бар ғой, соның үстін осылай шымшыңыздар. Сіздің еріннің каемкасын.
Қойдық. Енді мынандай түрін жасаймыз. Деген түрін жасаймыз, бірақ қолды қойып қоямыз. Екінші рет қолды қоямыз, енді так етеміз. Осылай ер мен мұрынның арасындағы ұзақтықты қысқартамыз осылай. Енді давайте межбровка, қыздар. Межбровканы жасап жіберейік. Межбровка, қыздар. Қолымызды былай қоясыздар. Сөйтеміз де біз қасымызды түйеміз, бір-біріне жақындатамыз. Сол кезде сіздің қолыңызға бір не бүйтіп қолыңызға тиеді. Біреулерде ол міне жерден басталуы мүмкін, біреулерде міне жерден басталуы мүмкін, әркімде әртүрлі. Сондықтан бірінші осылай тест қоямыз, қолды қоямыз и былай түйеміз. Менікі кішкене жылжыту керек екен. Тағы да айтайын, енді қолыма кәдімгідей мышцы қолымды итеріп жатыр. Осы жерден қолымызды бекітеміз. Сөйтеміз де біз осы жерден қолды қоямыз, бір қолды осылай қоямыз да, мына қолмен біз осы жерімізді былай сипап аламыз. Мына қол осы жерде тұрады. Жаңағы біздің қолымызды итеріп жатқан точка, міне. Сөйтеміз де осы жерден басымызды түсіреміз, и біз осы жерден кішкене осылай бүйтіп сипалап осы жерімізді артқа қарай итеріп бастаймыз. Не жерден аламыз, басымызды төмен ұстаймыз. Біздің қолымыздың салмағы мына бастың сүйегін ары қарай итеріп жібермеу керек. Поэтому солай жасайсыздар. Ұстадық, мына жерден былай ұстадық и зигзаг қылып итереміз. 1 2 зигзаг 3 4. Екінші жақ аламыз, зигзаг қылып итереміз. 1 2 зигзаг итереміз. Әсіресе жаңағы мына жерде точка болады, екі точка болады, бүйтіп жиырылатын ше, сол точканы итереміз. Мына жерден. Тағы да. Осы итеріп алдық. Енді біз аламыз да, енді мына жерімізден былай сипаймыз, мына жерден былай сипаймыз. Кеттік. Тағы да қолды қойдық. 1 2 3 4 5. Енді біз осы жерімізді былай ұстаймыз. Осы жерімізді ұстаймыз и екі жаққа қарай осылай тартамыз. Әрине біз немен аламыз? Салфеткамен, қыздар. Рахмет, салайке. Салфеткамен аламыз. Ұстадық. И осылай ұстап тұрмыз. Просто мені былай ұстайсыздар. Бүйтіп ұстап тұрамыз и тартамыз алға қарай. Алға қарай тартып ұстап тұрамыз. Осылай. Алға қарай тартып ұстап тұрамыз. Салфеткамен. Ұстап тұрамыз алға қарай тартып. Енді осы ұстап тұрған назатты алға қарай тартамыз. Мына жаққа тартамыз, мына жаққа қарай тартамыз. Ұстап тұрған затты біз былай мына жаққа қарай ауытқытамыз. Алға қарай ұстап тұрмыз. Енді аламыз да осыны былай тартамыз. И басымызды қыздар, мынаны ұстап, былай мына жаққа қарай, мына межбровканың несін тартқанда кішкене басымызды былай тартамыз. Міне, межбровканы осылай ұстап тұрамыз да, мына жаққа қиғашынан тартамыз, и біз басымызбен былай қисаямыз кішкене. Түсінікті ма? Рахмет, залайки. Ұстадық. Осылай әдемілеп тұрып. Алға қарай тарттырдық, 1 2 3 4 5. Енді жанына қарай қиғашынан, жанына қарай тарттырамыз и басты қисайтамыз былай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
осылай жасайсыздар. Тайып отыр ғой құрсын мынау. Енді қараңыздар. Енді екінші жақ. Екінші жақты былай ұстаймыз, былай. Осылай ұстаймыз. Сөйтеміз да алға қарай тартып тұрамыз. Кеттік. Ойыма келген жасап отырмын. Ұстадық. Алға қарай. Осылай ұстадық. И алға қарай тарттық. Кішкене иегіңізді былай артқа тартсаңыз да болады. Тарттық. 1, 2, 3, 4, 5. Прям тартамыз. Осылай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осыны алдық та, мына жерді алдық та, и біз былай қарай тартамыз да, и басымызды кішкене былай бұрамыз. Түсіндіңіздер ғой да, қыздар? Ұстадық, мына жерден. Ұстадық, алға қарай тарттық, енді былай қарай тарттық та, и мен көзіммен, басыммен, мен мына жақ жаныма қарай қараймын. Мына жаққа қарай қараймын. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай ұстаймын тағы да. Ұстадым, алға қарай тарттым, и жанға қарай тарттым да, и мен көзіммен былай бұрылдым, и басыммен бұрылдым. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да ұстадық, алға қарай тарттым, и жанға қарай кеттім да, и мен былай бұрылам. 1, 2, 3, 4, 5. Түсіндіңіздер ғой да? Енді аламыз да біз осы жерді осылай тарқатып жібереміз. Кішкене енді қолымызды күртек қылып аламыз, басымызды түсіреміз, и мына жерде сосын бугоркалар тұратындай, бөлінген жаңағы межбровкалардың нелер тұрады. Сол бугоркаларға қолымызды осылай басамыз. Просто осылай басамыз, қолды басып ұстаймыз. Бітіп, басып, сол жерлерді домалатып, басымызбен де басамыз, қолымызбен де еземіз жаңағы бугоркаларды. Осы жерді прям еземіз. Басымызды кішкене осылай істейміз, и баспен де қысамыз, и неақпен қолмен қысамыз. Енді осы жерді қолымызды осылай қоямыз да, и біз былай просто қолды бұраймыз былай. 1, 2, 3, 4, былай қоясыздар, и просто бұрай саласыздар. Енді біз қолымызды мына жерге былай қоясыздар, мына жерге, прям қараңыздар, мына жерге былай қоямыз да, біз жоғары қарай көтерілеміз да, бірақ біздің қолымыз жоғары әрі жанға қарай былай кетеді. Түсіндіңіздер ғой да? Біздің мына жерден қолды қойдық, и біз жоғары қарай көтерілеміз, и бірақ былай жанға қарай кетеді. Кеттік. Көтерілдік, и жанға қарай осылай кетеді. Көтереміз жоғары қарай, и бірақ жанға қарай былай кетеді. Тағы да көтереміз, көтеріп, и жанға қарай былай кетеді. Көтереміз, и жанға қарай былай кетеді. Көтереміз, и жанға қарай осылай кетеді. Қолымыздың мына жерін аламыз, сөйтеміз, біз осы жермен бір қолды ұстап тұрамыз, и екінші қолдың мына жерімізбен тараймыз. 1, 2, екінші этаж 1, 2, үшінші этаж 1, 2, 1, 2, 1, бірінші этаждамыз, қастың тұсында 1, 2, екінші этаж 1, 2, и осылай аламыз да көтерілеміз, и жанға қарай кетеміз. Осылай аламыз, көтерілеміз, и жанға қарай осылай кетеміз. Тағы да көтерілеміз, үшінші этажға шықтық. Бірінші қараңыздар, біз қолымызды алып алдық та мына жерімізді. Біз қастың бойымен былай кеттік. Сосын кішкене бірінші этажға шықтық та, мына жерді бірінші көтереміз, сосын барып кішкене жанға қарай, жоғары қарай көтеріле береміз. Екінші этаж.
Сосын тағы да мына жерден алдық, көтерілдік, и біз тағы да былай жанға қарай былай тарта береміз. Түсіндіңіздер ғой да, қыздар? Осылай межбровкамен жұмыс жасадық. Тағы да көтерілдік, и кішкене жанға қарай былай кеттік. Тағы да көтерілдік, и былай кеттік. Енді ортасынан былай ұстаймыз. Ортасынан былай ұстаймыз, тартамыз алға қарай. Ортасын ұстадық. Ортасын ұстадық та алға қарай тартып тұрмыз. Прям ортасын ұстап тұрмыз. И 1, 2, 3, 4, 5. Прям қастың тұсында мына жерден ұстап тұрмыз, қыздар. 1, 2, 3, 4. Енді біз осыны жоғары қарай көтереміз. Ой, неше рет жасағыңыз келеді, жасай бересіз. Потому что бұл жер өте осындай спазмда тұратын нәрсе. Бұл жерге прям Құдайдың құтты күні есіңізге түсті, жасай бересіз. Бір 10 реттен де жасасаңыз болады. Енді біз мына жер кішкене былай үстінен көтерілеміз. Үстінен көтерілеміз кішкене. Қолымызға не ілінеді, соны аламыз да кішкене тартамыз алға. И осылай 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аламыз, сөйтеміз да құлағымызды ішіне қолды кіргізіп, жанынан, астынан, құлақтың түбінен ұстаймыз да, екі жақ қарай тартамыз да, и көзімізді жоғары қарай деп тұрасыздар. Осы да межбровканы жасап. Кеттік. Бұл уже біздің бұл жаттығу бастың ішінен расслабляет. Біз мына сыртынан әбден мыжғылап, сыртынан не жасап қойдық қой, массаж. Енді біз ішінен жұмыс жасаймыз, қыздар. Өйткені бастың ішінде де бізде тырысулар көп. Именно бастың черептің ішінде бізде көп нәрсе тырысқаннан да мына жеріміз межбровка болып тұрады. Біз даже күнге шықпасақ та, былай тұрғанда да кәдімгі помещениенің ішіне тұрған кезде де бүйтіп қосылып тұрады. Соны біз қазір не қыламыз? Жақсылап тұрып расслабление береміз. Ол үшін біз құлағымыздың ішіне қолды тығып, екі жақтан осылай тартып, тілді шығарамыз и көзді закатываем. 1, 2, 3. Енді құлақ төмен ойнаймыз бай. Бір құлақ төмен, бір құлақ жоғары. Осылай 5-6 рет жасайсыздар. Құрметті қыздар, баршаңызға рахмет. Менің эфиріме қатысқандарыңызға рахмет. Сау сәлемет болыңыздар. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын. 3-ті лифтингке и остеобасқа келеміз. Бағасы 10 000 теңге тұрады. И нейвок ішке келеміз. Тоже бағасы 10 000 теңге тұрады. Кім вакуум живота жасай алмайды, кімде не получается, сол кісілердің барлығы маған нейвок ішке келеді. Біз нейвок іште именно керемет остеопатический жаттығулар жасаймыз. Ол кәдімгі фитнес залда жасалатын жаттығу емес. Ол басқаша, ол кәдімгі остеопаттардың ойлап тапқан керемет техникалары. Поэтому нейвок ішке келеміз, қыздар. Бағасы 10 000 теңге, 1 сәуірден бастап сатылым ашылады. И сол нейвок іштен кейін сіз өзіңіз керемет кәдімгідей вакуум живота жасап кетесіз. Оп-оңай болады, қыздар. И остеобасқа келіңіздер. Остеобас дегеніміз бүткіл бастың сүйегімен жұмыс, жамбас сүйегімен жұмыс, аяқпен, табанмен, біздің омыртқамен жұмыс. Нейвок іште біз конкретно, былайша айтқанда, орыстар конкретно деп айтады, суперский. Біз позвоночный нені, столбты, омыртқаны созып, оның арасындағы дискілері былай отырып қалады. Соның былай өсуіне өте керемет көмектесе аласыздар. Нейвок іште именно омыртқамен жұмыс болады. Түсінесіздер ма? Омыртқамен жұмыс болады. Ең күшті рахмет. Рахмет, Гүлмира. Сондықтан нейвок ішке келіңіздер. Ол жерде сіздің осанкаңыз түзеледі. Ол жерде сіздің бүткіл іш құрылыстарыңызға массаж болады. Бүткіл түсіп атқан іш құрылыстарды ол жерде көтереміз. И және сіздің позвоночный столбыңыз, 8 көз, құйымшаққа не болады? Массаж болады.
Мәселен, техникалар болады. Сол техникалар жасау арқылы сіз ішіңіз кетеді, статная боласыз, сіздің маткаңыз, ішіңіздегі бүткіл спайклеріңіз кетеді. Бәрі орнына келіп көтеріледі. И, в общем, нейвок іш деген полностью денемен жұмыс қой. Денеңіз, когда дұрысталғанда, сіздің бетіңізде дұрысталады, қыздар. Это өзім на себе проверено дейді ғой. Маған проверено, қыздар. Сау болыңыздар. WhatsApp-қа шығамыз. WhatsApp номері нейвок ішке шақырам баршаңызды. Бағасы 10 000 теңге. 1 сәуірден басталады. Ол жерде менде қазір қыздар айналысып жатыр. Ол жерде 7 минуттық жаттығу, жатар алды, ұйықтар алды 7 минуттық жаттығу. Ол бірінші этапы. Екінші этапы нейвок іш болып ары қарай жалғасып кетеді. Соған баршаңызды шақырам. Кімде протрузия, кімде грыжа, кімде сколиоз бар? Қош келдіңіздер нейвок ішке. Түсіндіңіздер ме? 10 000 теңге. Ал сіз сол техникаларды ана остеопатқа барып, бір приемы әшейін консультациясын 25 000 теңге, 20 000 теңге бересіз да, просто олар еще сізге несіне дейін айтпайды, жаңағы түбіне дейін олар айтпайды. Олар сізге былай жасайсыз дейді да, жібереді. А бұл жерде өзіңізде күнделікті видео уроктар тұрады. Сол видео уроктарды ашып жасайсыз. Түсінбегеніңізді менен сұрайсыз. Баршаңызды нейвок ішке шақырамын. Нейвок іш деген ол бүткіл біздің денемізді түзеп, қисық жерлерін бәрін түзеп, орнына қою ғой. Менің осы жерде мысалы оқушыларым отыр қазір соған қатысып отқан. Олар қазір енді өтеді нейвок ішке. Сол кісілердің отзывы чего стоит? Керемет қой, анау деген 7 минут жасалады, ары қарай ұйықтап кетесіз, сосын ода ұйқыңыз жақсарады. Ұйқысыздықта жүрген ханымдар ана ұйқысыздықта жүреді ғой. Өйткені ол бүткіл біздің столб бар ғой, біздің позвоночный столбтың ішіндегі нервтарға расслабление беріледі. И соның арасындағы межпозвоночный грыжалар бар ғой, и позвоночный нелер, дисклер, солар дисклердің өсіп разбухать етуіне. Сосын кімде начинающий грыжа, кімде сколиоз, кімде жаңағы не бар, протрузия, соның барлығына керемет көмектеседі, қыздар. Әй қойшы, бәрі күшті дейсіздер дейді. Сіз бірінші қатысып қараңыз, ұйқыңыз кәдімгі бар ғой, как младенец ұйықтайтын болса, әсіресе мына ұйқысыздық, мына көп кісілер неге келеді? Жаңағы ұйқысыздық, ұйықтай алмай қалады, бессонница келеді. Вот сол бессонницада жүрген кісілерге мен осы сабаққа шақырамын. Өйткені ол жерде біздің керемет позвоночный столб созылады. Позвоночный кәдімгі үй жағдайында, қыздар. И кәдімгідей сіз ішіңізді жиырасыз. Ол жерде фитнестағыдай качать ету, жаңағы терлеп тұрып 2 сағат пахать ету ондай жоқ, қыздар. Бір 10 минут жаттығу. Сау болыңыздар. Әркім өзі біледі, подобное привлекает дейді ғой, маған өзім сияқты адамдар келеді. И маған ондай көп шыбырғанды адам керек емес, потому что нақты жұмыс жасайтын адамдар керек. Ал, конечно, сіз ай қойш, анау десеңіз, действительно ай қойшы болады. Өйткені сіздің ол миыңыздағы программа, мидағы программаны сіз иә дұрыс болады, солай болады деп сендірмесеңіз, ол всегда ай қойшы болады. Бар нәрсе ол сіздің қолыңызда. Барлық нәрсе сіздің миыңыздағы программада. Миыңыздағы программаны әдемілеп алыңыз. Рахмет, Айдаржан, привет, қалайсыңыз? Концерттен шықтың ба? Сондықтан нейвок іш, это находка, қыздар. Өте оңай, өте жеңіл, радостно да, еще ары қарай өліп ұйықтап қаласың ғой. Өліп ұйықтап қаласың ары қарай. Кәдімгідей өліп ұйықтайтын боласың ары қарай. Представляете? 7 минут жасайсыз, неде? Диванда да 7 минут жасайсыз. Сөйтесіз ары қарай ұйықтап кетесіз. Потому что ол біздің 8 көз құйымшақ бүткіл позвоночный столбта біздің бүткіл нервтардың шоғырланған жері да, сол нервті расслаблять етеді жаңағы жаттығу. Қанша тұрады? 10 000 теңге. Келіңіздер, нейвок ішке келіңіздер, қыздар. Не пожалеете. Келіңіздер.
кімде ұйқысыздық, әсіресе кімде ұйқысыздық, кімде осанкасы қисық, кім бүкірейе береді, кім жаңа осанкасын ұстай алмайды, бүйтіп бүкірейіп қалады сәлден кейін да. Мысалы неше түрлі осанкаға жаттығу жасайды да, сәлден кейін қайтып бүйтіп бүкірейіп өзінің қалпына келіп қалады. Ал жаңағы 7 минуттық нейвок ішті 7 минуттық жаңағы осанканы жасаған кезде, негізі нейвок осанка, нейвок іш деп аталады. Осы жасаған кезде сіздер бір апта жасап қараңыз, бір 3 күннен кейін суретке түсіңізші. Жасап бірінші бастаған кезде суретке түсесіз, сосын бір 3 күннен кейін суретке түсіңізші. Сіз сол кезде байқайсыз, сіздің қалай мойныңыздың шыққаны, қалай ішіңіздің тартылғаны, қалай денеңіздің, қалай сіздің иығыңыздың артқа кеткенін кәдімгідей байқайсыз ғой. Понимаете? Иә, бітті дейді. Бітті эфир. Айдар, қалайсың? Остеобас ше. Ой, остеобас это тоже. Мен остеобасқа ғашықпын, қыздар. Остеобас это біздің, енді остеобаста кішкене уақыт керек, қыздар. Уақыттарыңызды бөлулеріңіз керексіздер. Жамбас сүйекті ажыратып, жамбас сүйекті орнына қойып, оны кәдімгідей былай ашып, ол ар жағындағы жаңағы нені, жаңағы позвоночный столбты созып, и бастың сүйектерімен кәдімгідей жұмыс, 1 жылдық жұмыс ол остеобас. Қыздар, остеобасқа келетіндер 1 жылға келеді маған. Түсіндіңіздер ма? 10 000 теңге төлейсіздер, 1 жылға келесіздер. Иә, жақсы. Неше күн жұмыс? Таңда бір кіргенге 10 000 төлейді. Жоқ. Иә, жақсы дейді. Неше күн жұмыс таңда дейді. Бір кіргенге 10 000 төлемейсіз, просто сабақты 10 000 теңге сатып аласыз, сөйтіп 4 ай, 5 ай заниматься етесіз. Өйтіп құрсын, ондай 10 000 теңге, бір кіргенге 10 000 теңге алмайтын шығармын. Просто ол жерде остеопаттардың, именно остеопат кісінің өзінің несі ғой, методы ойлап тапқан. Мен сол кісіден оқиын, всегда мен сол кісінің шәкіртім. Остеопат кісінің без всяких 2 сағаттық фитнес-залға барып, елдер пахат етеді ғой, терлеп тепшіп та, сіз соны 7 минутта жасайсыз. Жаңағы нені, осанканы. Ал ішті 10 минутта жасайсыз. Ішке арналған нейвок, оны таңертеңде жасауға болады, и жатар алдыда жасауға болады, бірге қосып осанкамен. Ал осанканы тек ұйықтар алды жасайсыз. Ары қарай сіз ұйықтап кетуіңіз керек. Өйткені сіз түнде ұйықтап жатқан кезде сіздің позвоночный столбыңыз жату керек. Сіз ол жаттығудан кейін жүруіңізге болмайды. 8 сағат жатуыңыз керек. Сол кезде сіздің позвоночный столбыңыз тық деп өзінің орнына восстанавливается. Ол жаттығудан кейін жүруге, тұруға, жаңағы бір нәрсе жұмыс жасауға болмайды, поэтому оны жатар алды жасаймыз. Чтобы түнімен біз ұйықтап, таңертеңде уже сіз кәдімгідей статный айтар. Сіздің бойыңыз өседі, сосын қыздар. Бойларыңыз өседі. Ай, қайдан білейін, бір кіргенге 10 000, жоқ, бір кіргенге емес, 4 айға. 4 айға 10 000 төлейсіз. Ол сабақ 4 ай. 4 айға кіресіздер. Жаңағы нейвок іш, нейвок осанка деген сабақ. Ал қалғаны остеобасқа кіретін болсаңыз, остеобаста сіз 1 жыл боласыз. 1 жыл кіресіз. 1 жылы бастың сүйегімен жұмыс жасайсыз. Жамбас сүйекпен жұмыс жасайсыз. 8 көзбен жұмыс жасайсыз. Жаңағы позвоночный столбпен жұмыс жасайсыз. Түсіндіңіздер ғой, да? Ал жаңағы не? Үшті лифтинг тоже 4 ай, күшті егер эффект көрсетіп атсаңыз 6 айға беріледі. Сондықтан мен сабақтарым, қыздар, керемет. Я өзім ғашықпын, өзім өз сабағыма ғашықпын, қыздар. Поэтому сіздерге рахмет. Баршаңызға қайырлы түн. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда күліп ойнап, әп-әдемі болып, өзіңізге қарап жүріңіздер. И қолдарыңызды кәсіп сүйеміз. Қолымызға рахмет айтамыз. Потому что осы қолмен біз өзімізді супер красавица қылып жатырмыз. Біз всегда красоткамыз. Мен өзім үшін мен ең әдемі адаммын. Менен кейін барып Анджелина Джоли. Түсіндіңіздер ғой, да? И сіздерде де солай болу керек. Сосын сіздің жасыңыз жоқ, қыздар. Жасты алып тастаймыз. Жасыңыз жоқ. Болды. Жас сізде жоқ. Ешқандай да жаста емессіз сіз. Түсіндіңіздер ма? Ешқандай да сіздерде жас жоқ. Егер миыңыз оған көнбесе, онда бір өзіңізге ұнайтын жасты алып аласыз. Например, сіз 40-тасыз. Или сіз 25-тесіз. Түсіндіңіздер? Бол, сол жаста қаласыз. Все. Түсіндіңіздер ғой, да? Сау болыңыздар.
Баршаңызға сәттілік, қайырлы түн, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын.